Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін ораза айына арналған осындай кішігірім меню жасайтын боламыз. Палау, кішкене жеңіл салат, кәдімгі майсөктің жасалу жолымен пахлаваның жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеом соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қызып тұрған майға пиязды салып жақсылап қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Одан кейін етін салып, етті де қуырып 3-4 минут қып-қызыл болғаннан кейін қуырып алып, сәбізін салып, одан кейін тұз, кішкене өзіңізге ұнаған приправаларды салып, үстіне суын құйып, кішкене 20 минут 30 минутқа бұқтырып қоямыз. Қыздар, негізі заказной палау деймін, кәдімгі қарапайым үйде қарапайым күріштен жасалынатын, бірақ дәмді шығатын палаудың рецепті. Кішкене қайнаған су құйып 20 минут қайнатып, 20 минуттан кейін жақсылап жуылған күрішті салып, астын бірінші қатты қойып суын тартып аламыз да, одан кейін суы тартылғаннан кейін дәл осылай ортаға жинап, ортасын тесіп шығамыз. Сонымен тағы 10 минут тұрса, біздің палауымыз дайын. Қыздар, өте дәмді болып шығады. Ал екінші бізде салат өте оңай және жеңіл салат. Капустаны өте жұқа етіп турап аламыз да, кішкене өлу үшін қолмен кішкене тұз салып жіберіп, жақсылап мыжғылап шығамыз. Үстінен осындай қиярды саламыз. Қиярды да ұзынша етіп турап, үстінен кукуруз саламыз да. Қаласаңыз укроп салсаңыз болады, салмасаңыздар да болады. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене тұзын көреміз. Негізі тұз салмасаңыз болады, өйткені майонездің тұзы болады. Салатын болсаңыз, кішкене тұздылау қалсаңыз, тұзды да сала берсеңіз болады. Салатымыз дайын. Енді майсөк жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кәдімгі қуырылған тарыны жақсылап жуып алу керек. 4-5 мәрте қайтара, одан кейін кішкене батып тұратындай етіп сүт құйып, газге қойып, бір қайнағаннан кейін сразу алып, осылай бетін жауып, 20 минутқа өзін қойып қоямыз. 20 минуттан кейін сүттің барлығын бойына сіңіріп, осылай ісіп шыққан майсөктің үстіне бөлме температурасындағы сары майды және де дәміне қарай шекерді, немесе қаласаңыз сгущенка қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырасыздар да кәдімгі қарапайым ыдысқа салып, әдемілеп, кез келген формаға салып ұсынса берсеңіздер болады, өйткені өз формасын ұстайтын керемет майсөк болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл негізі майсөктің ең оңай жасалу жолы. Мен ютубтан көргендерім өте ауыр болды. Жасалу жолы ұзақ, кептірудің ешқандай қажеті жоқ. Енді пахлава дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұнға бөлме температурасын сармайды салып, жақсылап крошка жасап аламыз. Одан кейін үстіне қаймақты саламыз. Кейіннен 4 жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп алып, 1 жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға, қалған 3-ін осы тестаға қосатын боламыз. Кейіннен 1 чайный ложка содаға 1 чайный ложка уксусты қосып жіберіп, жақсылап гаситетіп алып, оны да тестаға қосамыз да, қолмен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, барлық заттың мөлшерін описанияға қалдыратын боламын. Оны ең алдымен 350 грамм алып алып едім, кейіннен кішкене жетпей қалып, тағы да 50 граммдай ұн қостым. Сонымен бізде осындай керемет жұмсақ жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр болады. Бұл қамырды біз 3 бөлікке бөлеміз. Бірдей қылып емес, біреуін сәл кішілеу, ал екеуін бірдей көлемде бөліп алып қоямыз. Бұны холодильникке ештеңе салудың қажеті жоқ. Ортасына салмасын дайындағанша тұрса болды. Ол үшін жаңағы 4 жұмыртқаның ағын жақсылап көпіртіп аламыз өзін. Кейіннен шекерді 3 бөлікке сала отырып, әдемілеп, аппақ етіп, пенка етіп жасап алатын боламыз. Біз меренга дайындаймыз. Былайша айтқан кезде біздің меренгамыздың көлемі, түрі дәл осылай болу керек. Сонда сіздердің пахлаваларыңыз әдемі болып шығады. Енді меренгамыз дайын, сондықтан қамырды жақсылап жайып аламыз. Мен 4 бұрышты табаға жасаймын. Қаласаңыздар дөңгелек табамен де жасай берсеңіздер болады. 4 бұрышты етіп жайып алып, табаны ешқандай майламаймыз да, ештеңе қылмаймыз, өйткені майлы қамыр болғандықтан жабыспайды. 4 бұрышты етіп жайып алып, үстіне меренганың дәл ортасын, дәл жартысын салып, бір келке етіп жағып шығамыз. Кейіннен үстіне жаңғақ, мейіз салсаңыздар болады. Мен тек жаңғақ салдым, және де жаңғақты қатты езіп жібермеңіздер, ол кезде дәмін жоғалтып алады. Ал сәл ірілеу болатын болса, менікі сияқты өте дәмі шығып, тестадан әдемі болып дәм беріп тұрады. Қыздар, осылай жаңғақ барлық жеріне бір келке етіп сеуіп шығып, одан кейін үстіне тағы бір кішілеу тестаны саламыз да, оның да үстіне меренга мен жаңғақты қойып шығамыз. Кейіннен, қыздар, менің арнамда осындай тәттілердің бөлектер рецептері бар. Осы пахлаваның жасалу жолының ерекше тағы бір түрінің рецепті бар. Міндетті түрде арнама жазылып, комментария қалдырып кетіңіздер. Кейіннен ең соңында үлкен қамырды алып, бетін жауып шығып, жан-жағын вилкамен өрнек салып шығамыз да, жұмыртқаның сарысын жағып, дәл осылай беткі қабатын ғана кесеміз, барлық жерін кесіп жібермеңіздер. Одан кейін осылай өзіңіз формаға салып кесіп аласыздар, бетіне қалаған жаңғақтарыңызды қойып шығасыздар. Мен кәдімгі грецкий орехты қойып шығып, қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аласыздар. Пахлавамыз да дайын, міндетті түрде осының барлығын жасап көріңіздер. Ас болсын.